Қымбатты оқушылар, қалдарыңыз қалай, амансыздар ма? Бүгін бізде қазақ тілі сабағы, ерекше сабақ, себебі біз қаңтар ұбытыға дайындық жүргізетін боламыз. Яғни бізде қаңтар ұбытыға дайындық болады. Біздің басты мақсатымыз грант иегері атану. Ендеше бастайық. Бірінші сұрақ, себеп салдар үстеуін табыңыз. Қараңыздар, бізде 4 нұсқа беріліп тұр, жақсылап оқиық. Жорта, қолма-қол, амалсыздан, әдейі. Жақсылап ойланыңыздар. Осындай сұрақтар қаңтар ұбытыда, наурыз ұбытысында, және грант ұбытысында келуі мүмкін. Осындай үстеу, шылау сияқты тақырыптар жиі келеді. Жақсылап меңгеріп алыңыздар. Жақсылап меңгеріп алыңыздар. Енді дұрыс жауабы амалсыздан. Амалсыздан. Қараңыздар, жорта, қолма-қол, әдейі бұл басқа үстеудің түрлеріне жататын сөздер. Амалсыздан бізде себеп салдар үстеуіне жатады. Үстеудің бірнеше түрі бар. Және де олардың сұрақтары бар. Мысалы, себеп салдар үстеуінің мынандай сұрағы бар, басқа үстеудің осындай сұрағы бар дегенде, сол сұрақтарды жақсылап жаттап алыңыздар, солай анықтауға болады, себеп салдар үстеуінің сұрағы оңай, сұрақ қойып тексеріп алсаңыздар болады. Жақсы, біз көп созбай келесі сұраққа өтейік. Келесі сұрақ бізде оқшау сөздің неше түрі бар? Жақсылап ойланайық. 2, 3, 4, 6. Неше түрі бар? Енді жауабы бізге мәлім. 3 түрі бар. Қараңыздар, қаратпа, қыстырма, одағай. Оқшау сөздерге анықтама бере кетейік. Қараңыздар, оқшау сөздер бұл сөйлемде оқшау, яғни жеке дара болып, біз оларды үтірмен оқшап бөліп қоятын сөздер, яғни бұл қысқаша анықтамасы. Яғни қараңыздар, оқшау сөздер біз сөйлем мүшелеріне талдаған кезде олар сөйлем мүшелері бола алмайды, және де сөйлемнің басында келсе, біз сөздің, оқшау сөздің соңынан, ортасында келсе, екі жағынан, соңынан келсе, алды жағынан біз оған үтір қоямыз да, оны оқшап қоямыз, яғни бөліп қоямыз. Түсінікті ғой. Қараңыздар, мысалы қаратпа сөз. Омар, сен келдің бе? Деген сөйлемде, мысалы, Омар деген қаратпа сөз. Бұл оқшау сөз, оқшау қаратпа сөз. Біз Омардан кейін, мен бағана айттым ғой, егер басында тұрса, сөздің соңынан қоямыз үтірді, Омар, үтір, сен келдің бе? Сұрақ белгісі. Түсінікті ғой, оқшау сөз дегеніміз сол. Оқшау сөздер дегеніміз сол. 3 түр бар. Ұмытып кетпеңіздер, 3 түр бар. Есімді тіркесті табыңыз. Бұл бізде келесі сұрақ. Тесті орындады, келіп кетіп, сұр бұлт бара жатыр. Жақсылап ойланайық. Тағы да ескертіп айтайын, берілгенді жақсылап оқып алыңыздар. Есімді тіркесті табыңыз. Таптыңыздар ма? Егер қиын болса, стопқа қойып, яғни видеоны тоқтатып, біраз ойланып алыңыздар. Жақсы. Дұрыс жауап берді деген ойдамын. Қараңыздар, дұрыс жауабы сұр бұлт. Неге? Неге десеңіздер, енді берілгенге қайта оралайық. Қараңыздар, есімді тіркесті табыңыз. Тест орындады, келіп кетіп, сұр бұлт бара жатыр. Мен бағана айтқан едім, берілгенді дұрыстап оқыңыздар деп. Қараңыздар, тіркес, бізге тіркес тап деп тұр. Сол себепті бізде бірден, В жауабын біз бірден сызып тастауымыз қажет. Неге десеңіздер, міне ол тіркес емес қой. Қараңыздар, келіп кетіп, екі сөздің арасында не қойылған? Әлбетте дефис қойылған. Бұл сызықша емес, шатастырмаймыз, Бұл бізде дефис. Екі сөздің арасына қоятын дефис. Бұл бізде қос сөз. Қос сөз, сол себепті ол тіркес емес. Және де қараңыздар, келіп кетіп екеуі де етістік. Бұл тікелей сол есімді тіркеске байланысты. Және де А мен Д-ға назар аударсаңыздар, ол екі тіркесте де не бар? Етістік бар. Сол себепті ол есімді тіркеске жатпайды. Есімді тіркес дегеніміз, жалпы есім сөздер дегеніміз сын есім, зат есім, етістіктен
басқа сөз таптары, иә. Етістікті біз санамағанда басқа сөз таптары бізде есім сөздер деп аталады. Есімді тіркес сол етістікпен байланысты, иә. Яғни есімді тіркесте міндетті түрде етістік болмау қажет. Соны енді қалай айтсам болады, сіздерге тез жаттап алу үшін, иә. Солай оңай түрде сіздерге айтып беріп жатырмын, иә. Сіздер жаттап алыңыздар, иә. Қараңыздар, иә. Енді сұр бұлт. Сұр бұлт, иә. Қараңыздар. Бұлт, иә. Бұл бізде зат есім. Асұр, иә. Қандай бұлт? Сұр бұлт, иә. Бұл бізде сын есім. Яғни бұл тіркесте етістік жоқ, сол себепті бұл есімді тіркес. Жақсы, келесі сұраққа көшейік. Демеулік шылауды табыңыз. Ой, ғажап. Қандай күшті сұрақ. Осындай сұрақтар демеулік шылау немесе бағанағы, иә, себеп салдар істеу деген өте жиі кездеседі. Қайталап айтам, өте жиі кездеседі, иә. Міндетті түрде демеулік шылау емес, басқа да шылаудың негізі мағыналық үш түрі болады, иә. Демеулік, септеулік, жалғаулық, иә. Сол себепті оларды жақсылап меңгеріп алыңыздар, біліп алыңыздар. Білмеймін енді, шылауды жаттамай қаңтар ұбысына кірмеңіздер, иә. Себебі міндетті түрде осы шылау деген тақырып көп оқушыларды қадап жібереді, иә. Грант ұбытысында да, наурыз ұбытысында да, қаңтар ұбытысында да жиі келетін сұрақ. Жақсы, біз көшейік сұрағымызға. Енді қараңыздар. А жауабы, Б жауабы, С, Д жауабы бар бізде. Ғана, қана. А жауабы, Б жауабы, себебі өйткені. С жауабы, жуық, таяу. Д жауабы, немесе болмаса. Дұрыс жауабы қандай деп ойлайсыздар? Қайсысы деп ойлайсыздар? Дұрыс жауабы демеулік шылау, ғана, қана. Себебі қараңыздар. Себебі өйткені, я, немесе болмаса, бұлар бізде демеулік шылау емес. Жуық, таяу, я, жуық, таяу да бізде демеулік шылау емес. Қараңыздар, жуық, таяу. Бұл бізде, шатаспасам, бұл бізде септеулік шылау. Септеулік шылау. А Б мен Д жауабы бізде жалғаулық шылау. Жалғаулық шылау. Енді болашақта шылау тақырыбына, істеу тақырыбына тоқталатын боламыз, иә. Оңай жатталу жолын сіздерге түсіндіремін, міндетті түрде. Сіздер уайымдамаңыздар. Грант ұбытысына дейін сіздер толыққанды барлық қазақ тіліндегі ережені жақсылап меңгересіздер. Мен соған сенемін. Жақсы. Келесі сұраққа көшейік. Күрделі сөзді табыңыз. Күрделі сөз. Бұл жерде шикілік бар, бірден айтайын. Бұл жерде бір гәп бар. Бір гәп, бір шикілік бар. Шикілік дегенім жаман мағынада емес, сұрақ шикі емес, яғни айтады ғой, вопрос с подвохом. Байқаңыздар. Ескерткенім ғой солай. Жақсы, қандай жауап деп ойлайсыздар? Ең өлде сондай сұрақ қойымшы, қандай жауап, иә? Көбі С жауабы деген сияқты, немесе Б жауабы. Некісі дұрыс жауабы Д. Дұрыс жауабы Д. Мә саған деп таң қалған шығарсыздар. Таң болбаңыздар, қараңыздар. Міне, күрделі сөзді табыңыз. Бірден айтайын, егер сөз ұзын болса, бұл күрделі сөз деген мағынаны білдірмейді. Иә, жәрдемдесу деген өте ұзын сөз болып тұр, енді басқаларына қарағанда, бірақ бұл күрделі сөз емес. Иә, күрделі сөздерге бізде біріккен сөздер, қос сөздер, тіркескен сөздер, иә, қысқарған сөздер жатады. Иә. Бізде енді қараңыздар. Білезік. Білезік. Бұл негізі біріккен сөз. Қараңыздар. Білек, жүзік. Иә. Білезік, иә. Білек, жүзік деген сөз екеуі қосылып, біраз дыбыстық өзгеріске ұшырап, білезік деген сөзге айналады. Бұл енді біріккен сөз деп айтуға болады, бірақ оның осындай сөздердің негізі атауы бар. Кіріккен сөздер деп атаймыз. Кіріккен сөздер, иә. Мысалы, қарлығаш. Иә. Байқаңыздар, көбінде қарлығаш келіп қалуы мүмкін. Қарлығаш немесе тағы бір сөз бар еді, ұмытып тұрмын. Қай сөз екен? Қараңыздар, қарлығаш, қара ала құс, иә. Мен де басында таң қалдым. Мә саған қалайша қарлығаш деген сөз мен енді күрделі сөз деп ойлаған да жоқпын, иә. Біріккен сөз деп ойлаған жоқпын, иә. Бірақ сондай сөздер бар.
біз сол сөздер енді өте аз олар. Бүйтіп тез жаттап алсаңыздар болады. Білек, жүзік, білезік. Бұлардың негізі атауы кіріккен сөздер, немесе біріккен сөздер деп те айтсаңыз болады. Келесі сұраққа біз көшейік. Жақсы, келесі сұрақ. Есімше бар сөз қайсысы? Есімше. Бұл бізде етістік тақырыбына жататын есімше сөз, А жауабы олжаны бөлді. Б жауабы қорғай жүр. С жауабы жемісін көрер. Д жауабы жолай соқты. Бұл оңай, Жақсы. Талдап көрсеңіздер тез табасыздар. Олжаны бөлді. Қорғай жүр. Жолай соқты. Дұрыс жауабы С. Міне, есімшенің жұрнақтарын мен төменде жазып қойған едім. Қараңыздар, ған, ген, қан, кен. Жаттап алайық. Ған, ген, қан, кен. Атын, етін, итін. Ар, ер, ырсы. Енді қайттан берілгенге көз жүгіртіп талдайық, Қараңыздар, олжаны бөлді. Бұл жерде есімше де, көсемше де жоқ, Олжаны бөлді. Қорғай жүр. Бұл жерде, қарасаңыздар, бұл жерде бірақ не бар? Есімше болмаса да бұл жерде көсемше бар. Қараңыздар, қорға, и. Міне, и деген жұрнақ бізде көсемшенікі. Қорғай жүр. Жақсы. Енді тұсы жауап бағана дұрыс деп айтқан еді, жемісін көрер. Қараңыздар, көр, ер, Міне, қараңыздар, міне. Ар, ер, ырсы. Ой, ар, ер, сы жоқ екен. Ар, ер, ыр. Сы деген де бар, Жемісін көрер. Бұл есімше. Жолай соқты да есімше де жоқ, көсемше де жоқ. Жақсы. Жанама толықтауышты тап. Бұл бізде келесі сұрақ. Сәл қиындау. Енді қантар бұтта келеме келмейме білмейді екем. Бірақ келу ықтималдылығы 50-50. Келіп қалуы да мүмкін. Менде бір оқиға болды. Айта кетейін. Мен ұмыт қалдым. Қантарым бұтта ма, наурыз бұтта. Енді күшті дайындалдым да. Мен өзіме сол толықтауыш, анықтауыш деген тұрлаулы және тұрлаусыз мүше деген екі тақырыптан өзіме сенімді болдым да. Оны қайталаған жоқпын. ұбт-ға кірерде. Сонда дәл сол толықтауыш тақырыбы келеді де, мен ұмыт қалғам. Жанама толықтауыш деген не, тура толықтауыш деген не, деп әйтеуір үйтіп тапқан едім, есіме түсіріп. Сол себепті өзіме сенімдімін деп тұрғанның өзінде де қайталаңыздар. Ол күрделі бір түрленіп келуі мүмкін де. Сол себепті барлық тақырыпты бүйтіп қайталап, енді қантар ұбыты болсын, наурыз ұбыты болсын, грант ұбыты болсын, жақсылап қайталап кіріңіздер. Дұрыс жауабы бізде А. Міне, төбенге жазып қойған едім. Ережесін табыс септігіндегі толықтауыш, тура толықтауыш. Қайталайық. Табыс септігіндегі толықтауыш, тура толықтауыш. Ал басқа септіктегі толықтауыш, яғни жанама толықтауыш болады. Басқа септік деп тұрғанымыз атау, өлік, барыс, табыс емес енді. Барыс, жат, шығыс, көмектес. Емес. Себебі атау мен ілік кірмейді. Сол себепті шатастырмаңыздар. Ойбай, басқа септік деп, ана жерде ілік септігінің несі болып, ойбай, бұл толықтауыш деп белгілеп қоймаңыздар. Қараңыздар. Бұл енді анықтауыш, яғни тұрлаулы тұрлаусыз мүшелер деген тақырыпқа біз әлі жетеміз, аман есен. Сіздер күтіңіздер, маған қолдау білдіріңіздер, лайк көп жиналса, сондай сабақтарды мен жүктейтін болам, қуана сіздер үшін жанымды салам,
Қараңыздар, енді атау септігі, кім не деген сұраққа жауап береді ғой. Бұл бастауыш. Сол атау септігін бастауышпен байланыстырыңыздар. Баяндауышты міндетті түрде, енді көбінде ол етістік түрінде келеді. Баяндауыш, бірақ енді ойбай етістік түрінде келді деп, кейбір жағдайда етістік болмауы мүмкін, Көбінде баяндауыш сөйлемнің соңғы жағында тұрады. Соңғы жағында байқаңыздар. Етістік деп бет алды белгілеп қойып жүрмеңіздер, бірақ көбінде етістік. Жарайды. Енді ілік септігіне тоқталайық. Кімнің, ненің? Ол сұраққа бізде анықтауыш жауап береді. Кімнің, ненің, сосын сын есімнің сұрақтары қандай, қандай деген сұраққа қандай деген сұраққа жауап береді, және де кейбір кездері сан есімнің сұрағына да жауап беруі мүмкін. Яғни қанша, неше. Сол себепті ілік септігі бізде анықтауышпен байланысты. Ал қалған, мені қараңыздар, аттау ілік кетті, табыста кетті. Яғни барыс, шығыс, көмектес, жатыс дедік па, сол қалған септіктің сұрағы толықтауышқа тән. Сол себепті ой, септік өте қиын тақырып деп, сол тақырыпты меңгермей бүйтіп жүріп алмаңыздар. Міндетті түрде септік тақырыбын жақсылап меңгеріңіздер. Сондай лайфхак дейді ғой, пайдалы кеңестерді айтатын боламын, бірақ көбінде олар сондай кеңестер бір-бірімен байланысты, фишки дейді ғой, бір-бірімен байланысты. Яғни сіздер септік деген тақырыпты меңгермесеңіздер, болашақта бізде күрделі дейтін тақырыптар, сол тұрлаусыз мүшелер деген тақырып болады. Содан кейін бізде не болады? Тағы сөйлем мүшелері, сондай тақырыптардан сіздер жаңылатын боласыздар. Бұл шын айтқан сөзім, ренжімеңіздер. Бірақ осындай қарапайым тақырыптарды меңгере алмасаңыздар, ертең қиын болады, шын айтам. Жақсы. Біз сұрақтан ауытқып кетпейік. Талдайық. Әр нұсқаны талдау қажет. Әр нұсқаны жақсылап талдау қажет. Сонда біз нәтижеге жетеміз. Қараңыздар, жақсымен достас. Кіммен достас? Жақсымен достас. Оқуды сүйеді. Нені сүйеді? Оқуды сүйеді. Атасын шақырды. Кімді шақырды? Атасын шақырды. Естігенін айтты. Нені айтты? Естігенін айтты. Қараңыздар, оқуды, атасын естіген, бұның барлығы, табыс септігіне жауап беріп тұр, атасын естіген, оқуды. Қараңыздар, жақсымен достас. Кіммен достас? Жақсымен достас, Бұл бізде көмектес септігінде тұр. Сол себепті бұл бізде жанама толықтауыш осы жерде бар деп айта аламыз, Енді көбінде жанама толықтауыш немесе анықтауыш тап десе, көбінде сөйлем береді. Сөйлем, Бұл енді сіздерде әлі осы тақырыпқа жеткен жоқ деп, мен кішкене қысқартып бердім сіздерге, Үлкен сөйлем емес, әйтпесе болашақта біз сөйлем талдауын бәрін үйренетін боламыз, Ал қазір осылай меңгеріп алайық, осындай тақырыптарды, күрделі дейтін тақырыптарды. Жақсы. Келесі сұраққа көшейік. Қараңыздар, салала сөйлемді табыңыз. Ой, тағы бір жиі кездесетін. Көптеп келіп, көп оқушыларды, қадайтын сұрақ, салала сөйлем. Енді қазір мен несін айтам, оңай жаттау жолын дейін ба, ережесін дейін ба, солай оңай жаттау жолын айтатын болам сіздерге. Сіздер жақсылап тыңдап алыңыздар. Сабақтың соңына дейін отырыңыздар. Себебі бұл сабақ өте пайдалы болады, қаңтар ұбытысында да, наурыз ұбытысында да жалпы біліп барасыздар. Қай жауап деп ойлайсыздар жалпы? А жауабы: еңбек етсең, жемісін әлі көресің. Оның айтқанын тыңдаған соң көңілім орнына түсті. Күн батқанда ауыл іші тып-тыныш бола қалды. Жел басылды, сондықтан далаға шығып ойнайық. Саллас пен сабақтас сөйлемнің ра-жігін ажыратайықшы.
осы тұста, иә, қараңыздар, салалас сөйлем, иә, оңай жаттау жолын айтайын. Екеуінде де, енді көбінде екі бөліктен тұрады, көбінде, иә, үш бөліктен, бірнеше бөліктен тұратын салласты сабақтасты сөйлемдер болады. Бірақ оны енді олар сәл күрделі түрі, саллас пен сабақтастың. Бірақ қараңыздар, саллас сөйлем дегенде бізде бірден не? Қараңыздар, мынандай сөйлемдер келер, иә. Бірінші бөлігі аяқталған, иә, аяқталған сөйлемдер болады, иә, күрделі сөйлемдер. Ол қалай десеңіздер, қараңыздар, дұрыс жауабын көрсетейінші сіздерге. Дұрыс жауабы жел басылды, сондықтан далаға шығып ойнай. Осы сөйлемді талдайықшы, қараңыздар, жел басылды, иә. Жалпы ой аяқталып тұр бірінші бөлігінде, жел басылды, иә. Үтірге дейін бірінші бөлік, үтірден кейін екінші бөлік. Қараңыздар, бірінші бөлігінде оның негізі бөлік деп атамайды, оны негізі екі жай сөйлемнен тұрады деп айтылады, иә. Екі жай сөйлем, бірінші жай сөйлем, екінші жай сөйлем деп, ол негізі компоненттер деп аталады, иә. Екі компонентті, екі жай сөйлем, иә. Қараңыздар, яғни бірінші жай сөйлемде, яғни бірінші бөлігінде жел басылды, иә. Анықтамасы бойынша не? Қалай еді? Баяндаушы тиянақты болып тұр, яғни жалпы сөйлем аяқталып тұр. Яғни осы жел басылды деген сөйлемнен кейін, жай сөйлемнен кейін біз нүкте қоя аламыз. Енді қараңыздаршы, мысалы кез келген. Мысалы Б жауабын алайықшы, иә, түсінікті болу үшін. Б жауабында, А жауабында, С жауабында ала аламыз. Олар үшеуі сабақтас сөйлемдер. Қараңыздар, оның айтқанын тыңдаған соң көңілім орнына түсті. Тыңдаған соң біз осы бірінші бөлігінен кейін нүкте қоя аламыз ба? Сөйлемді аяқтай аламыз ба? Жалпы жоқ. Қараңыздар, оның айтқанын тыңдаған соң. Енді тыңдаған соң енді не? Не дегендей? Әрмен қаратай, сен толық айтсайшы деп нетіп тұр, иә? Талап етіп тұр. Үтір. Сол себепті көңілім орнына түсті деп біз толықтырып сөйлем деппін ғой. Үтірден кейін толықтырып тұрмыз. Қараңыздар, жел басылды. Жел басылды, енді ол өзі кәдімгідей бір ойды айқындап тұр да, жақсы, жел басылды. Нүкте. Сондықтан далаға шығып ойнайық деп біз екі сөйлем ете аламыз да. Мысалы, не А, не Б, С жауабындағы сөйлемдерді біз олай істей алмаймыз. Себебі баяндаушы, яғни ғылыми тілмен айтқанда баяндаушы тиянақсыз болып тұр. Түсінікті ғой, иә? Барынша түсінікті деп ойлаймын енді. Түсінікті болмаса, алдағы уақытта видео сабақтар шығады. Сіздер міндетті түрде, иә, көптеп лайк жинап, қаралым жинап, иә, маған мотивация беріңіздер. Мен сіздерге солай көмектесетін болам, иә. Алдағы уақыттарда міндетті түрде менің каналыма тіркеңіздер. Осындай керемет мүмкіндіктен құр қалмаңыздар. Былайша айтқанда. Жақсы, келесі сөйлем. Сөйлем. Ойбай. Құдай-ай. Келесі сұрақ. Салалас сөйлемнің дұрыс нұсқасын табыңыз. Сөйлемнің дұрыс нұсқасын табыңыз. Жақсылап оқып алыңыздар. Бұл неге байланысты? Бұл төл, қалай айтсам болады? Төл сөздегі, жалпы пунктуацияға байланысты, негізі төл сөздегі тыныс белгінің дұрыс қойылу ережесі. Иә. Солай деп аталады негізі. Бірақ жалпы пунктуация тақырыбы, пунктуация дегеніміз тыныс белгілері. Жақсы. Жақсылап оқып, енді өткендер бар шығар, осы пунктуация тақырыбы болсын, иә. Бұл жерге тек пунктуациямен байланысты емес, басқа да тақырыптармен байланысты. Байқаңыздар. Бір не айтайын ба сіздерге, қарайсам, подсказка деймін, ондайды. Подсказка айтайын ба? Бағана біз ол жайында талқылаған едік, иә. Соған да назар аударыңыздар. Жақсы, енді дұрыс жауабын көрейік. Дұрыс жауабы негізі Б жауабы. Жақсылап қарап алыңыздар. Қараңыздар, япырай, неткен көркем едің туған жер деп Дәурен тамсанды. Бізде төл сөз. Енді А жауабын талдай кетейікші. А жауабынан бастап. А жауабы неге дұрыс емес? Ең әуелде ол жерде тырнақша жоқ. Тырнақша жоқ, иә. Сол себепті ол дұрыс емес. Тырнақша жоқ. Бірақ міндетті түрде негізі тырнақшаға алу керек.
төл сөзді. Яғни кейбір кездері тырнақшаға алынбайды, бірақ ол өзінің әдебі тәртібі бар. Жақсы, ц жауабы. Ц жауабы неге дұрыс емес? Қараңыздаршы, дұрыстап қараңыздар. Міне. Япырай, неткен көркем едің туған жер. Мен бағана айттым ғой. Подсказка айтайын ба сіздерге деп. Япырай, көңіл күй одағай, Біз бағана оқшау сөздер жайында айтқан едік, Осы жерде, сол алған нелеріңізде, білімді пайдаланып, осы жерде нету керек еді, қалай айтсам болады, қолдану керек еді. Қараңыздар, япырай, бұл көңіл күй одағай, өтір, неткен көркем едің туған жер. Туған жер деп біз негізі ол қаратпа сөз деп қарастыра аламыз. Оның алдынан үтір қоюымыз керек. Яғни қараңыздар, япырай, үтір, неткен көркем едің, үтір, туған жер. Және де осы жерде міне, мысалы, А жауабында, Б жауабында не бар? Қалай еді? Леп белгісі. Яғни көңіл күйді білдіретін леп белгісі. Көңіл күй. Енді қараңыздар, япырай деп тұр ғой. Біз көңіл күйді білдіріп тұрмыз ғой. Сол себепті осы жерде леп белгісі міндетті түрде болу қажет. Бұл жерде жоқ. Сол себепті С жауабы дұрыс емес, сәйкесінше. Енді Д жауабы. Д жауабы япырай, неткен көркем едің туған жер, бір үтірді ұмыт кетті, туған жер алдында тұратын, үтірді. Содан кейін енді леп белгісі міндетті түрде болу қажет. Және де қараңыздар, егер леп белгі болатын болса, негізі леп белгі болатын болса, мына қараңыздар, мына жерде үтір жоқ. Үтір жоқ, қараңыздар. Тырнақшаның ішінде леп белгі, сұрақ белгісі болса, онда тырнақшадан кейін үтір қойылмайды. Бұл жерде, мына қараңыздар, егер С жауабы мен Д жауабында тырнақша ішінде не болса, леп белгісі болса, онда біз үтір қоюға дәтіміз бармайды. Дәтіміз бармайды деген қалай кетті. Жарайды. Болмайды дегенім ғой. Дәтіміз бармау керек деп айтсам қызық, Сәл кешіріңіздер, бітпейсіздер, Енді біз негізі 10 сұрақты талдаған едік, пайдалы болсын деп мен сіздерге 10 сұрақты жинақтап, жақсылап енді бүгін талдадық, Сіздерге сәттілік. Қаңтар бұтыда енді аз алып қалады деп енді нетпей қойын, айтпай қойын, барша осы видео қараған, көрермендерім жақсы алыңыздар. Бірақ енді ала алмасаңыздар да мұңаймаңыздар. Әлі бізде наурыз бұты бар, грант бұты бар, Бірақ ойбай, әлі уақыт көп деп жүріп алмаңыздар. Міндетті түрде оқыңыздар, Бұл жерде саралау қажет, ұбытыдан шықтыңыздар ма? Мен осы жерді жақсы білмейді екем, Өзіме сенімсізбін. Сол себепті осы нелерді, тақырыптарды талдауым қажет, қайттан оқуым қажет деп анализ жасау керек, Бұл анализ жасауға арналған тест. Соны ұмытпаңыздар, Және де айта кететін жайт, егер бұл видео жақсы қаралым жинаса, жақсы енді лүпіл қойсаңыздар, және де тіркеліп алсаңыздар, мен болашақта кәдімгідей тест центрдің өзінің сұрақтарын деппін ғой, тест сатып алам да, кәдімгідей сіздерде түсіндіретін болам. Түсіндіріп, және де сондай тесттерді, бүгін жасағанымдай тесттерді жинақтап, неше түрлі сұрақтарды жинақтап, тест жасап, сіздерге талдайтын боламын көптеп, Бұл тесттерді негізі мен өзім жасап талдаймын. Пайдалы деген ойдамын. Сіздер міндетті түрде еңбегімді бағалап кеттіңіздер, Мен сіздерге сонда разы боламын, Және де басқа таныстарыңызға болсын, қазақ тілін таңдаған, достарыңызға міндетті түрде жіберіңіздер, таратыңыздар. Жақсы, біз соңғы сұрағымызды талдап алайық. Қарсылықты сабақтас құрмалас сөйлем. Қайсысы? Жақсы. Жақсылап оқып алайық. Әр нұсқа біз үшін маңызды. Себебі, егер бір нұсқаны талдамай кетсек, бір балдан айырылдық деген сөз. Шынымен де дәл солай. Қараңыздар, жаңбыр жауғанмен ауыл адамдары сыртқа шықты. Күн суық болды, бірақ жұмыс тоқтаған жоқ. Айтар ой көп еді, алайда үндемей қалды. Мен қатты шаршадым, дегенмен істі соңына дейін бітіре алдым. Мына жерде не бар екен? Саллас сөйлем. Саллас сөйлем бар екен. Мен бағана айтқан едім, Бірден
салласпен сабақтастың айырмашылығын бағана айтқанымдай сол білімдеріңізді қолданып бірден саллас сөйлемді нетіңіздер, сызып тастаңыздар, оңай болады, шын айтамын. Біраз ойланып алыңыздар, уақыт берейін. Жақсы, тапты деген ойдамын. Өте көп уақыт бердіңіз деп ренжімеңіздер, ойбай. Енді тез талдап тастайық, Мына қараңыздар, жаңбыр жауғанымен ауыл адамдары сыртқа шықты. Қараңыздар, жаңбыр жауғанымен ауыл адамдары сыртқа шықты. Енді бір жауабы қараңыздар, күн суық болды. Күн суық болды. Бірақ жұмыс тоқтаған жоқ. Күн суық болды деп біз осы бірінші жай сөйлемнен кейін нүкте қоя аламыз, мәселен болды, және де сын нұсқасы дәп сондай, көп еді, айтар ой көп еді, нүкте, түсінікті ғой. Енді дым нұсқасы дәл солай, мен қатты шаршадым, нүкте дегенмен істі соңына дейін бітіре алдым. А жауабын қарастыратын болсақ, жаңбыр жауғанмен ауыл адамдары сыртқа шықты. Жаңбыр жауғанмен нүкте қоя аламыз ба, жоқ. Және де бұл қарсылықты ма деген сұраққа жауап берейікші, бұл қарсылықты. Себеп қараңыздар, қарсылықты сабақтас құрмалас сөйлем дегеніміз, бұл қарсылықты, қараңыздар, жаңбыр жауғанымен ауыл адамдар сыртқа шықты, сабақтас сөйлемнің компоненттеріне тоқталатын болсақ, бұл бізде бағыныңқы және басыңқы. Бағана біз айттық қой, саллас сөйлемнің бірінші бөлігі, яғни бірінші жай сөйлем деп аталады, бірінші бөлігі, екінші бөлігі, екінші жай сөйлем деп аталады. Сабақтаста бізде басыңқы және бағыныңқы. Неге солай екенін мен болашақта айта кететін боламын. Енді болашақта сол тақырып жайында біз видео түсіретін боламыз, міндетті түрде бағалап кетіңіздер сол видеоларымда. Енді қараңыздар, жаңбыр жауғанымен, қарсыласып тұр ғой, ауыл адамдары сонда да шықты деп қарсы мәнде болып тұр, бір-біріне. Жақсы, осымен бүгінгі сабағымыз тәмам. Сіздерге көптен көп рахмет, шын айтам, көптен көп рахмет. Сіздерге сәттілік, уайымдамаңыздар, бәрі жақсы болады. Баршаңыз грант иегері атанасыздар деген үміттемін. Мен соған сенемін. Жақсы, сау, сәлеметті болыңыздар.